асықты жинағанымызға 13 жыл уақыт болды. Енді әуел баста біреуден екеуден бастап жинадық. Сосын саны көбейгесін өзімізге де интерес болды. Сонымен асықтың саны көбейгесін жан-жақтан 2012 жыл жинадым. 2017 жылы эксподан келді маған. Келіңіз, асық естіп едім, асық жинап жатырсыз. Бір квадратура орын берем, соған бір мүсін істеңіз деп. Мен бұзаулы сиыр істегім келді оған. Оған ол кезде енді сан аздау болды. 2025 қазір бар. Оған уақытымда болмады, сонымен бара алмай қалдым. Сондықтан сол көпшілік осылай асықтарын қарап қызықтап тұрады келіп. Сосын бәрі қол өнерген, қолдан істеген жаттар осы жерде. Қазақтың өзі қазір саны 3378 штук. Бүгін ғана санадық, кеше күні санадық, 10 апрельде. Мал сүйегінен бәрін расход жасамаймыз, бәрін аламыз. Ортан жілігінен, мүйізінен бокал істейміз. Қымыз ішетін, шұбат ішетін, асығын екібастан жинаймыз. Бәрін іске асырамыз деп айтуға болады. Сол енді Гиннес рекорд кітабына енгім келеді бұйыртса. Сол бір парақ сертификат берсе, маған үлкен жетістік еді осы 13 жыл жинағаныма.